Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте дәмді жұмсақ болып шығатын синнабоны деп аталатын бөлкелердің рецептісін ұсынамын. Алдымен жылы сүтке қантты салып, жақсылап араластырамыз. Венчиктің көмегімен араластыру қажет. Келесі тұзды қосып, жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте құрғақ ашытқы. Құрғақ ашытқыны қосып жақсылап араластырамыз. Қазіргі құрғақ ашытқылардың ең бір жақсысы, олар көтерілуді қажет етпейді. Келесі бір дана жұмыртқа. Одан соң ерітілген сары май құямыз. Одан кейін електен өткізілген ұнды қосамыз. Оның електен өткізілген аса маңызды. Қамырымыздың көтерілуі үшін өте жақсы. Осындай жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Бетін салафанмен немесе пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 1 сағатқа немесе 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Мен 1 сағаттан кейін осындай таптамаша қамыр болып көтеріліп шықты. Қамырды столға алып, 4 бірішіне сопақ немесе домалақ пішін беріп, оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Начинкасына, яғни салмасына қант пен корицаны араластырамыз. Мен қамырдың үстіне ерітілген сұйық майды жағып қойдым. Енді салмасын сала бастаймын. Қамыр менде біркелкі формада шыққан жоқ, бірақ ол маңызды емес. Себебі оны рулетке орап кескеннен кейін ол мүлде байқалмай кетеді. Салмасын біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Барлық қамырдың бетіне. Содан кейін шетінен бастап рулет қып орай бастаймыз. Аса қатты қып немесе аса жұқа қып қажет емес, орташа деңгейде орап шығамыз. Міне осындай рулет шықты бізде. Енді оны пышақтың көмегімен немесе жіппен кессеңіздер болады. Жіппен кессеңіздер өте біркелкі әдемі шығады. Қалыңдығы өз қалауларыңызға байланысты. Қатты қалың қып немесе жұқа қып та кесулеріңізге болады. Ыстық пеште тұрған кезде ол сәл көлемін ұлғайтады. Осындай бірнеше бөлкелер шығады. Енді майланған противенге орналастырамыз. Алдын ала қызып тұрған пешке 180 градусқа саламыз. Бетіне жағатын помадка, менде қаймақты крем, қаймақ пен қантты араластырып, осылай пештен шыққан ыстық бөлкелердің үстіне бірден жағамыз. Осындай бөлкелер шықты бізде. Өте жұмсақ, дәмді, әрі керемет болып шығады. Каналға лайк басып, жазылуды ұмытпаңыз.